Енді бүгін этапымыз жаңағындай гончарный жасадық. Енді жұмыстарымызды мына муффинный печке саламыз да, муффинный печке жылап салайық. Сал ішіне. Ішіне сал. Кешегі жұмыстарымызды салайық. Саламыз. Жұмыстарды салып қойып ішіне салыңдар. Қоя бер. Енді маған біздер қосамыз. Мұнда 1100 градус бар, қазір осылай етіп градустарымыз қойып қоямыз. Болды, енді пешке қостық. Енді 2 сағаттан кейін осы пешіміз біздер дайын болады. Енді бүгін қазір деген мынаны алып, андай ысты емес, уже суылған жұмыстарымызды алып, енді бүгін деген андай процесс сүтпен күйдіреміз. Бұл технологиясы ертеден келе жатқан методикасы, ол сүтпен күйдірген бір несі, ішіне жаңағындай күйған су не шықпайды. Соның ішіндегі нелер бәрі тесіктер, нелер бітіледі. Ескі сондай методика ертедегі. Енді қазір бізде мынаған қазір сүт қоямыз. Көмектесіңдер. Обычный сүт жаңағындай 6%. Бәрін көмейсіз, қазір жуамыз. Мынаны алып кел, сен ұста. Сен мынаны ұста. Енді сүтпен жудық. Енді мына пешке осы жұмыстарды саламыз. Сала енді. Екіншісін сал. Қазір пешімізді қостық қана 350 градусқа дейін. Қазір бізде 43 градус, соны қазір 350 градусқа дейін алып барамыз. 350 градустан кейін сөндіреміз. Одан артық болмайды, негесін қарайып кетеді слишком. Қазір біздің аздық қоңыр түсті, сонда қазір көреміз. Болды, қазір жарты сағаттан кейін аламыз. Бізде 150 градус болды. 350 градус болды. Енді қазір 150 градусты сөндіреміз болды. Енді кішкене ол суиды ашимыз. Бізде печаткамыз бар. Специально соған бізде қазір жылап ашып қарауымызға болады. Кел. Көрдіңіз ана? 300 қазір уже қоңыр болды да. Қазір кішкене суылғаннан кейін алып шығамыз да. Жаңағыдай неге қалайды? Воскімен қаптап шығамыз. Сол кезде воскімен қаптағанда ол деген уже глянцевый болады. Ішінде су да ештеңелер нетпейді жаңағыдай. Уже натуральный бәрі. Қазір кішкене сусын. Болды уже. Ағайдандыр. Қазір ашып кетті. Енді
жаңағыдай алып жаңағы немен жұмсап мына қараңыз. Көп шықса қандай жылдырап жатыр. Енді алдынан бері бір айдай жұмыстарымыздың қорытындысы жаңа осында күйдіріп шықты. Бұл технологиясы жаңа ертеден келе жатқан сүтпен күйдіру технологияларының бірі. Енді өзім осы керамикамен айналысқаннан бері осы сүтпен күйдіру өзімге кішкене жақынырақ, бөлек түстер беріледі, қарап тұрсаңдар. Енді ол енді температура градусқа байланысты. Енді мына жерде айта кететін жұмыстарымды көрсетсем, жұмыстардың бәрі де осы ертедегі жаңағында сақ өнеріндегі аң стилі деп айтамыз. Осы аң стилдегі жасаған жұмыстардың бұрын мысалы деген темірмен жасаса, алтынмен жасаса, мен жаңағындай қыш өнерімен жасап келе жатқан жұмыстарым осы деген жаңағы әрбір жұмыста қарасақ та, мысалы мына оңай деп аталады жұмыстарымыз. Артындасы жаңағындай дүние, жаңағы черектермен, жаңағы әртүрлі жаңағы оңай емес. Әрбір жұмысқа мысалы деген өзім ерекше бөлектеп келем жасағанда. Әр жұмысында бәйтерек те алайық, жаңағы арқарлар да алсақ та, мына жерде аттың жаңағы композициясын алсақ та, әрбір жұмыстың өзінің ерекшелігі бар. Бәрі де жаңағындай аң стиліне жаңағындай қарап жасаймын өзім деген. Жақсы, рахмет. Біздің жұмыстан алғаныңызға сәттілік.